Қайырлы күн достар, бүгінгі сабақ Pinduoduo сайтына карта тіркеу. Ол үшін Pinduoduo приложениесін ашамыз, өзіміздің страницамызға өтеміз, осы жазуды басамыз. Тағы мына жазуды басамыз, егер сізде шығып жатса, немесе бірден карта тіркеу шығуы мүмкін. Қызыл жазуды басамыз. Кез келген таңдауға болады, Visa, MasterCard. Қараңыздар, сіздер мен сияқты картаның номерін терсеңіздер болады, немесе камера тұрған батырманы басып, карточкаңызды Каспи, Халық, қай банктікі болса да сканировать етсеңіздер болады. Сол кезде өзі автоматом шығып тұрады. Қызыл батырманы басамыз. Арғай өзіміздің данныйымызды енгіземіз, аты жөніміз, картаның жарамдылық мерзімі, сосын жаңағыдай картаның артындағы 3 құпия санды енгіземіз. Тағы айта кететін жайт, менде қазір ол шықпайды, мен осы уақытқа дейін жасап сағам. Сіздер осы бәрін теріп болғаннан кейін 6 цифралық код енгізіңіз деп шығады. Сол жерге сіз өзіңіз новый пароль ойлап табасыз. Ол парольді ұмытып қалуға болмайды. Себебі сіз картаңызды ауыстыратын болсаңыз, картаңызды өшіретін болсаңыз, кейде сауда жасайтын болсаңыз, сол кодты сұрайды, парольді сұрайды. Міне осылай Каспи карточкаңызды тіркеуге болады. Менде бұл Каспи карточка, енді төлем жасай беруге болады. Тағы бір айта кететін жағдай, тағы да карта енгізсеңіз болады. Яғни қызыл жазуды бассаңыз, сіз тағы да қосымша карта енгізе аласыз. Сонда сізде 2 карта болады да төлемге. Осылай шығады. Жаңағыдай тағы да таңдауыңызға болады, MasterCard, кез келген картаның, банктың картасын. И міне мына жерде көрсетемін, плюс камера батырмасын бассаңыз, осылай сканировать етуге болады. Бізге шығады яғни. Енді жаңағы енгізіп қойған Каспи карточкамыз бізге жарамсыз болып қалса, срок өтіп кетсе, немесе тағы бір жағдай болған жағдайда қалай өшіруге болады. Мен көрсетіп отқан бүкіл батырманы бассаңыз, Каспи, Халық енгізген кез келген картаңызды оңай өшіріп тастауға болады. Осылай батырмаларды басып отыра бересіз. Міне мынау жаңа айтып жатқаным пароль. Мен өзім пароль ойлап тауып қойғам оңай. Сол сияқты сізде ұмыт қалмайтын оңай пароль ойлап тауып қойсаңыз болады, немесе енгізген пароліңізді бір жерге жазып қойыңыз. Міндетті түрде бір дәптерге немесе телефоныңызда заметкеға жазып қойға болады. Осылай оңай кез келген карточканы Pinduoduo сайтынан өшіріп салуға болады. Достарыңызбен бөлісіп, каналға жазылып қойсаңыздар болады.